Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Ендеше бүгінгі тікелей эфиріміздің екінші бөлігін сіздерге Тоқаевты құлату жолы G7 саммиті, яғни үлкен жетілік саммиті. Халықаралық алпауыт ірі 7 елдің саммитінен, G7-ліктің кездесуінен біздің қазаққа келетін пайда. Қазақ тағдыры қалай шешіледі? Осы тақырыптар аясында өрбітеміз. Көп қазақ ойлайды, анау айдалада, Хиросимада, Жапонияда 7 алып елдің жиналысы өтсе, оның мынау ауылда жатқан менімен не қатысы бар деп ойлайды. Логикаға салсаңыз, солай сияқты. Жапон деген ол бір ең Жапан дала, қиыр шығыс, анау шығыстың шығысы. Жапонның өзі еппін дегеннің өзі күн шығатын жер деген сөз. Оның баяғыда атом бомба тасталған Хиросима дейтін аралына 7 алып елдің басшысы жиналып, кішкентай үстелде, ағаш орындықтарда, әшейін бір ауылдың ақсақалдары жиылып, әңгіме соққандай 7 басшы жиналып отырып, әңгіме айтып отыр. Бұл ауылда жатқан, кредитімді қалай қайтарам, ұлымды қалай үйлейм, қызымды қалай ұзатам, баламды қалай оқытам, қалай құдамды күтіп алам, бірімді қалай екі қылам, қарыздан қалай құтылам, үкімет үйімді жерімді алып алмайым екен деп есі шығып жүрген қазаққа қаншалық қатысты. Қазаққа бұның барлығы қиындау. Ендеше сіздерге осыны дұрыстап отырып түсіндіріп жіберейік. Менің қазір лекциям сіздерге көрініп тұрма? Мен мынаны екінші телефоннан сөйледім. Екінші басқа телефоннан сөйледім. Сондықтан мынау маған онша түсініксіз болып отыр. Қазір сіздерге көрініп отырма мына лекциям? Ал менің өзімнен көрінбей отыр. Қызық болғанда менің өзімнің телефоннан екіншісінен көрінбей отыр. Соны түсінбей отырмын. Аң-таң қалып отырмын соны. Сіздерде көрініп дауыс естіліп тұрма? Бәрі дұрыс па? Менен қызық көрінбейді. Көрініп тұр, Мынау қызық екен. Өз телефоным өзімнен көрінбеген. Жарайды. Көрінісі көрінер. Ой, Алла, осындай заттарды түсінбейтінім жаман өзі. Лайып деп мұнда тұр. Енді шықты. Осындай заттарды түсінбейтінім жаман өзі. Енді шықты. Лайып деп енді шықты. Жақсы болды, көрініп тұр міне. Жаңадан бері бұл қайда кетті деп қоям мен. Анау фонында бір баскетболды көтеріп лақтырып тұрған сурет бар ғой, сіздерде де. Болды, кеттік. Жақсы болды. Оның қатысы бар. Бұл күні кеше Техранда, Кайрода, Тегеранда, Қахирада, Ялтада отырып, 3-4 шал жиналып, бүкіл дүние жүзінің тағдырын шеше салған сияқты әңгіме. Рузвельт, Черчилль, Сталин деген 3 шал жиналды да, бүкіл адамзаттың тағдырын шешті. Шығыс Еуропа сенікі, Германияның жартысы сенікі, жартысы менікі, Корейдің жартысы сенікі, жартысы менікі, Жапон менікі, Тайван менікі, Қытай сенікі деген әңгімелерді со заманда шешіп қойды. Бұл G7-ліктің осы жолғы жиналысы да негізінен соған келеді. Қысқасы соған келеді.
Яғни бұл жерде бір әңгіме жүріп жатыр. Яғни енді қысқасы Ресейді жаркемдеу, енді ары қарай Қытайды қалай алу, Қытайды қалай жеңу мәселесі. Ал бұрынғы Ресейдің бұрынғы отары, бұрынғы Ресейдің КГБшнігі, бұрынғы Ресейдің қазіргі қолдаушысы Тоқаев бұл ортада әрі Ресейшіл, әрі Қытайшыл болып отыр. Анығында Тоқаевтың Қытаймен одақтасуы Путиннің идеясы. Путиннің разылығымен, Путиннің батасын беруімен Тоқаев Қытаймен одақ болып отыр. Енді Ресейді тас-талқан қылып жеңіп болған. Қазірдің өзінде Ресей күн сайын 100 миллиондаған доллар шығын шығарып жатыр. 100 миллиондаған доллар. Зымырандарының бәрі Хаймарис жағынан, Патриот 2 жағынан атылып түсіріліп жатыр. Енді осындай сәтте Қазақстанды Қытаймен одақтастырып отырған бұйрық берушінің өзі Ресей. Ал Америка Украинаға бүгіннің өзінде 375 миллион доллар. Бұлай қарасаңыз жарты миллиард, көмек қандай? Танкке қарсы атылатын қарулар, лазерлік нысанаға алауға көмектесетін қарулар, медициналық оқтан қорғанатын техникалар, автомобильдер, тағы басқа, Хаймарис бомбалары, көпір жарғыш, жол жарғыш заттар, медициналық көмегі бар, қысқасы түтікті қарулар, жаңа иыққа қойып ататын, танкке қарсы қолданатын тағы басқа да қарулар, радар сияқты қыса соның бәрін беріп жатыр. Бұның барлығы Американың 80-ші жылғы техникалары. Яғни Америка Украинаға осының өзі саған жеткілікті, себебі Ресейге осы жетеді деп отыр. Бұл бір хабар. Екіншісі, елден ерек болып Англия алдын ала алыс аралыққа атылатын қаруды Украинаға беріп тастады. Және G7-ліктің жиналысында біз Украинадан ешқашан кетпейміз деп Англияның премьер-министрі Сунак жариялап тастады. Яғни Ресейге енді қысқасы жауап анық. Қазір Ресейдің алдында мемлекетті осы федерациялық жүйені сақтап қала аламыз ба, қала алмаймыз ба? Ресей 40-қа бөлініп, бүкіл федерациялық республикалар, автономиялық республикалар бөлініп кете ма, кетпей ма? Осы мәселе тұр. Әлгіндегі лекциямда айтқанымдай, Ресейде енді ішкі төңкеріс болуы мүмкін. Тіпті Ресейді одан арман қансырату үшін азаматтық соғыс болуы мүмкін. Енді татарлар төңкеріс ұмтылуы мүмкін, башқұрт ноғайлар, шешендер төңкеріс ұмтылуы мүмкін. Немесе Еуропа, Америка қаржыландырған, немесе күні бұрын дайындаған адамдар Ресейдің ішкі жағында төңкеріс тудыруы мүмкін. Немесе Корей мен Жапон қиыр шығыста Ресейдің газды байлығы мол алқабына таласуы мүмкін. Бірақ бұл жерде тағы бір нәрсе тұр. Қытайдың сайттарын тексерсеңіз, Ресейдің 8 елді мекеннің атын Қытай ресми түрде қытайша атаумен атау туралы шешім шығарды. Ресей бұрын Владивосток деп атайтын жерді Қытайлар енді Хайшенуи деп атау туралы. Ресей бұрын бұлай деп атайтын жерді Қытайлар енді бұлай деп атау туралы шешім шығарды. Ол деген не деген сөз? Ол деген енді Қытай Ресейменен ымыраға келіп болды. Ресеймен ымыраға келіп болды. Жаңағы Владивосток сияқты теңіз терең порттары қазір Қытайдың ішкі тасымалы үшін жұмыс істейтін болды. Көп адам түсінбейді бұл қалайды. Мысалы, біз образдап тұрып айтайық. Оралдағы тауарды Алматыға жеткізу керек болды. Дейік. Немесе жоқ, Оралдағы тауарды Өскеменге жеткізу керек болды деп айтайық мысалы. Ал енді біздің солтүстігімізде көршімізді теңіз деп ойлаңыз. Ресейдің тұтас жерін теңіз деп ойлаңыз. Сонда Оралдан Алматыға, Оралдан Өскеменге жету үшін
автомобиль немесе пойыз. Ал бірақ бұл жерде тасымалда ненікі ең арзан? Теңіздікі ең арзан. Тіке жаңағы Ресейді теңіз деп ойласақ деді ме, Ресейдің портына барып теңіз арқылы шығып, Өскеменге әкеле салу, немесе Өскемен арқылы айландырып Алматыға әкелу әлбетте қайда арзанға тұрады. Егер Ресейді теңіз десе. Тура сол сияқты. Жаңа Владивостоктың портына Қытай қазір тауарын тіке жіберіп, Қытайдың сол Владивостокқа жақын қиыр шығыстағы Қытайдың үш өлкесінен тіке жіберіп, енді Қытайдың оңтүстіктегі теңіз порттарына Владивостоктан тауар тасып жатыр. Яғни Қытайдан Ресейге шығады, Ресейден Қытайдың ішіне қайта кіреді. Бұл теңіз тасымалы Қытайға арзан болып отыр. Ал одан бұрын олар Қытайдың ішкі жағында пойызбен таситын. Бұл деген сөз нені білдіреді? Қазір Владивосток Қытайлар атын өзгертіп Хайшинуй деп атап, енді бұл жерде ресми Ресейге Қытай тауары кірген сияқты кедендік салымдардың бәрі алынып тасталды. Владивостокты басқару тұтас Қытайдың қолына өтті. Қазір Владивосток портынан шыққан Қытай тауарына Хайшинуй порты деп қағаз жапсырылып жатыр. Хайшинуй портынан тіке Шанхай портына, Хайшинуй портынан тіке Нанжин портына, Хайшинуй портынан тіке Ухан портына кетіп жатыр. Ол деген сөз Владивостокты Путин Қытайға берді деген сөз. Бірақ Владивостокта орыстар тұр ма? Тұр. Орыс халқы жасап жатыр ма? Жасап жатыр. Орыс территориясында тұр ма? Тұр. Бірақ оның атын Хайшинуй деді. Бүкіл пристандар, бүкіл порт жаңағы Қытайдың иелігін өткен. Қытайдан бірінші Ресей территориясына тауар кіреді, кедендік салық жоқ. Хайшинуйден шығады, кедендік экспортқа шығатын тауардың алдында салық жоқ. Бүкіл пакетте, бүкіл құжаттау тұтас Қытай. Және сонымен қатар Ресейдің 8 елді мекенінің атын Қытайша атауды Қытай мәлімдемесін таратып қойды. Қазір 1 минут мен соны іздеп жіберейін. Міне, Қытайдың Соху сайтында мынаны жазып отыр. Қытай картадағы жер аттарын біркелкілендіру туралы өзінің белгілемесін жариялады. Енді 8 ресейлік жердің атауы қазір енді ресми түрде қытайшаланатын болды дейді. Міне көрдіңіз ба? Бұл атауларды міне қазір тұтасыменен Қытайдың өзінің Соху сайтында жазып отыр. Қараңыздар, олар бұрын Владивосток деп аталған, қазір Хайшинуй деп аталады. Бұрын Уссурийский деп аталған, қазір Шуанчжэнцзы деп аталады. Бұрын Хабаровск деп аталған, қазір Боли деп аталады. Бұрын Бафаловишкисінс деп аталған, әзір Хайланбау деп аталады. Бұрын Сахалин деп аталған, енді Куе деп аталады. Бұрын Нерчинский деп аталса, енді Нибучу деп аталады. Бұрын Николаевский деп аталса, енді Мяудже деп аталады. Енді бұрын Станып таулары деп аталса, енді сыртқы Шинанлин тауы деп аталады. Уай Шинанлин шан деп аталады. Міне, осы 8 жерді Қытайлар ресми түрде картасында атын өзгертіп қойды. Соның біз жаңағы Владивосток портын Қытайлар енді ресми Хайшинуй порты деп атау жай сыртынан бүгіннен бастап мен Владивостокты Хайшинуй деп атайым деп атай салған шешім картадағы аттарын өзгерту ғана емес. Бұл жердегі мәселе ол тауар, Қытайдың тауары пойызбен кіреді, автомобильмен кіреді,
Ол тауар Ресейге кіргенде бұрынғы Ресейдің алатын кеден салығы қайда қалды? Евразиялық кедендік одақ бар. Евразиялық кедендік одаққа кім кіргізді? Назарбаев қол қойды. Назарбаев кіргізді. Ол бойынша енді қалай болушы еді? Бүкіл кедендік одақтан, Евразиялық кедендік одақтың 93% табысы Ресейге тән. 7% табысы Қазақстанға тән болатын. Орта есеппенен. Яғни қорғас кеденінен $100 салық, кедендік салық алынса, оның 93 долларын Ресейге тапсыратымыз. $7 Қазақстанның қазынасына кететін. Ал енді Ресейдің Мәскеу порты, Петербор бола ма, жоқ басқа Қара теңіздегі порттар бола ма, ол жердегі түскен кедендік салықтың әр $100-дың $7 Қазақстанға беріледі деген ымыра болатын. Бірақ орыстар оның қаншауын кедендік рәсімдеп жатыр, қаншауын кедендік рәсімдеуден өткізбей өздері рәсімдеп жатыр. Ресейдің бүкіл кеденінде Қазақстанның бақылаушысы бар ма, ешкім білмейді. Қазақстанның кеденінде Ресейдік бақылаушылар отыр. Сөйтіп кедендік одаққа кірдік. Енді сол кедендік одаққа кірдік. Яғни біз Ресейдің Владивосток портынан қазақтар $7, яғни 7%-лық табыс алуға тиіс едік. Владивосток портына кірген және Владивостокқа, Ресейге Владивосток порты арқылы кірген және шыққанның 7% салық біздікі болуға тиіс еді. Бірақ Путин өз бетімен Ши Цзиньпинмен келісті. Тоқаевтан кет жары деді, сен мыңқылдамай ар жүрші деді. Сөйтіп Тоқаевқа айтты, мен сені Қытайға саттым деді, сен Қытаймен одақ боласың да, Қытайдың тауарын Қазақстанға, Қазақстан арқылы Ресейге кіргізесің деді. Енді қара. Сөйтіп Владивостокты бұл жерде кедендік одақтың шарттары айдалада қалып, Владивосток портының бүкіл билігі Қытайдың қолына өтіп кетіп отыр. Бұл деген сөз енді қазір жаңа карталарда атаған орыс жерлерінің атауын тұтасыменен Қытайдың қытайшалап атауы. Владивостокты Хайшинуй деу, Уссурийскийді Шуанчжэнзэ деп атау, Хабаровскийді Боли деп атау, жаңағы Булафишинскіні Хайланпау деп атау, Сахалинді Куе деп атау. Осының барлығы енді Ресейдің қиыр шығысы Қытайдың ықпалында екендігінің белгісі болды. Дәл осындай тарихи сәтте G7-ліктің болуы, G7-лік саммитінің болуы Қазақстандық компаниялардың Ресейге көмектесіп жатқандығы туралы әңгіменің талқылануы, батыстың біртіндеп Қазақстанның Ресейшіл, Қытайшыл екендігін анық біле бастауы, бұндай дәлел фактілердің бұғанға дейін жария болмай, мысалы Қазақстан онсыз да Ресей мен Қытайдың бағынышты құлы болып отырған болса, енді оны одан ары қыссақ, одан арман баяғыда мысалы Әндижан оқиғасында өзбекті батыс қысып қалғанда Каримов шауып барып Путиннің аяғына жығылып, сонымен Америкашыл болып көп көрім Орта Азияда демократияланып келе жатқан Өзбекстанды орысқа итеріп алды. Сондықтан бұлар Қазақстанды қатты қыспай келді, сол Өзбекстандағы тәжірибеден кейін. Енді олар Қазақстанды қысады. Енді оларға өтірік нейтрал, шын Ресейшіл, өтірік нейтрал, шын Қытайшыл Қазақстан енді ғары керек емес. Енді қазақ халқының алдында бір таңдау тұр. Ол қандай таңдау? Тоқаевтың режимін қалай құлатамыз? Тоқаевтың Ресейшіл, Қытайшыл саясатын әшкерелеу арқылы үздіксіз әлеуметтік желіде қаптаған қытайларды, Қытайдан Ресейге ағылған тауарларды, КАМАЗдарды, мүлде жабық ешқашан білмейтін КАМАЗдарды тосып, төңкеріп, аударып, құлатып, кедергі жасап, қандай да оның кедендік бір құжаттарын, дәлел фактілерін беру арқылы Қазақстанның Ресейшіл және Қытайшыл саясатын, Ресейдің соғысына көмектесіп жатқан дәлелдеу арқылы халықаралық сотқа тартқызып құлату жолы деген бір жол тұр. Бұл бір. Екіншісі, жалпы халықтық ереуіл арқылы құлату деген бір жол тұр. Бұл екі. Бекзат Мақсұтханұлының тұтқындалуы жай Атажұрт партиясының жетекшісінің тұтқындалуы емес, ресми түрде Қытай экспансиясына қарсы қазақтың күрескерін, қазақ билігін тұтқындауы. Демократиялық ұстанымдарға қайшы, адамдық құқыққа қайшы, бұның мәні мен мағынасы өте жоғары. Мәні мен мағынасы өте жоғары. Егер Бекзатпен қатар
қазақтың 1000 жігіті 15 күнге қамалған болса, онда Тоқаевты құлату әлдеқайда оңай болар еді. 1000 мәрте батыс саясаткерлердің алдында Қазақстан Қытайға қарсылар тұтқындап жатыр деген болса, онда Тоқаевты ажалына 1000 есе ерте тездетіп жеткізетін едік. Тоқаевты құлатудың екі жолы. Оның Ресейге көмектесіп жатқандығын дәлелдейтін дәлел фактілер, видео, аудио, жазба фактілер керек. Ана тасылып жатқан КамАЗдарды құлату керек қазақтар. Ішінде не барын дәлелдеу керек. Ана Ресейге қарай жылжып бара жатқан Қытайдың КамАЗдарын қазақтың бір КамАЗды итеріп, құлатып, шағып, оны қазақтың жігіттері ішіндегі заттың не екенін, әскери техника екендігін дәлелдеп көрсету керек. Егер бір КамАЗды құлатып ішінде қазақ жері арқылы Ресейге тасымалданып жатқан техникалардың әскери техника екендігін бір рет дәлелдесек жеткілікті. Соны құлататын бір қазақ керек. Қытайдың Ресейге жылжып бара жатқан КамАЗын ортан белден сүзетін қазақтың бір КамАЗшысы керек. Белін, бекен буатын бір еркек керек. Бұл қазақ тағдырын шешетін оқиға. Екіншісі, кедендік құжаттар, тағы басқа құжаттар, видео дәлелдер, фактілер, тағы басқа дәлелдер арқылы құлату. Үшіншісі, жалпы халықтық ереуіл. Жалпы халықтық ереуіл. Жақсы, аман сау болыңыздар. Өте жағымды, жақсы күндер алдымызда. Бірақ ұйықтап жатсаң, ол ұзаққа созылады. Күрессең, ол ерте келеді. Сосын және бір. Әбілязов пен Серікжан бір кісі екеуі бірігіп халықты ереуілге шақырса керемет болады. Сол екеуінің басы бірікпегеннен, мына Аппасия бірікпегеннен халық бүйтіп жүр дегеннің бәрі сәбидің қиялы. Жақсы қиял, тәтті қиял, сәбидің қиялы. Біздің ортақ жауымыз қазақ билігі. Қазақтың шетте 3 жауы бар, іште 1 жауы бар. Орыс, Қытай, Иран ежелгі ата жау, ал қазіргі жау қазақ билігі. Қазақтың былайша айтқанда бірінші жауы қазақ билігі. Ұлтымыздың бірінші жауы мына ұрығары, сатқын, қарақшы, суайт қазақ билігі. Бұлар орыстың, Қытайдың бізді отарлау құралы болып отыр. Шеттегі Аппасия, егер іштегі халық көтерілмесе, ештеңе істей алмайды. Ешқандай мемлекетте шеттен келіп ешкімді азат қылған емес. Адамзат тарихында. Іштегі халық өзі оянып, өзі айналасын оятып, әрбір оянған қазақ айналасына 100-деген, 1000-даған оянған қазақты жиған күні қазақ азат болады. Ертөстік жоқ, Алпамыс жоқ, Қабанбай батыр жоқ, Бөгенбай батыр жоқ, Наурызбай батыр жоқ, Оспан батыр, Зұлқа батыр жоқ. Әр қазақ өзіңді өзің құтқарасын. Аман сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшев.